Біз бүгін өрметөс жасаймыз. Мынау қойдың тоқшегі. Осыны сыртынан өреміз. Бірінші мына төсімізді дұрыстап аламыз, кішкене кесіп, мыналарын қалыңдарын жұқартып, енді бұған тұз саламыз, сосын бұрыш саламыз, чеснок саламыз, енді осылай ораймыз. Жіппен сыртын байлаймыз. Ал енді мына шекті өреміз, косичка қылып. Өріп, сосын үстінен орайды оны. Өрметөс деп сондан айтады. Міне өрметөсіміз дайын мінекей. Енді осылай пісіреміз 2 сағаттай. Мұздай суға қазанға саламыз. Міне пісті. Міне чесноктар ішінде жүрген бұрыш, қаралар бұрыштар. Несі, шегі. Шек өрілге мінекей, косичка. Осылай өрметөсті пісіріп алып, далаға шыққанда осыларды пісіріп алып, далада жейді. 2 кірпішті қоя салып, осылай өздері пісіріп жейді далада. Аңға шыққандар істейді, балыққа барғандарға да істеуге болады, мысалы, осылай алып кетуге. Міне, қазақтың ұмытылған тағамы. Өрметөс дейді бұны. Өрметөс.